Мен Ермек Темірлан Бауыржанұлы, Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі. Мен үшін білім ұғымы мектеп сөзімен қатар тұрады. Мектепте алғаш келгеннен бастап біз білім әлеміне аяқ басып, өмірді жан-жақты тани бастаймыз. Күннің шуағын, аспан әлемінің құпияларын, сиқырлы сандар мен ғажайып әдебиет әлемін. Ал осы таңғажайып әлем мен оқушы арасындағы байланыс орнататын адам ол мұғалім. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса да мектеп сондай болмақшы деп Ахмет Байтұрсынов айтқан болатын. Сондықтан да мұғалім мақсаты бәсекеге қабілетті, өмір сүре алатын, білімді, жаңадан танымы бар, білімге деген қызығушылық деңгейі жоғары, экономика деңгейіне шыға білетін ұрпақты тәрбиелеу. Бұл кез келген мұғалімнің қолынан келе бермейтін қасиет. Мұғалім ол өз ісінің шебері. Шебер адам қандай істе болсын қажет. Барлық адам шебер болу үшін көп оқып, көп еңбек еткісі келмейді. Өз ісінің шебері дипломына арқа сүйемейді. Нағыз өз ісінің маманы болу үшін орасан зор еңбек атқарады. Ол өз білімінің үнемі жетілдірумен болады. Педагогтық шеберлік дарынды талант емес, үйрену, ізденудің нәтижесі деп білемін.